Assalamu алейкум туғандар. Кече күні 5-нен 6-сына қараған күні бізді атып кетішкен. Қазақстанда, Ақтөбе деген шаарында. Ошодан бері бізді қармап, текшерді, эксперт алды, қой бербей атат до сих пор. Біздің чоңдор мына Кыргызстандын элчилери бизден кабар алган адам жоқ. Уже 7-нчи күн біз Ақтөбеде турабыз. Bir koy vereyim деген жаран жоқ bizde. Тұрып тұрғыла деп қармап отырады до сих пор. Biz қаяққа жатып отабыз, не жеп отабыз. Вообще ол менен кычалат болбой атат. 2 күн соттун алдына барып сартан кечке күттүк. Кете бергиңдер деп койду, кайра келдик. Biz televizordan, YouTube'dan çıktık. Elдің жүктері бар, оларды апарып беріш керек, переживать етті. Айылда телевизордан көрген мамашамдағы жалат болуды давлениясы көтеріліп. Ошо bir қарашып қойсаңаршы. Мына біздің чоңдар не кылууда, Кыргызстан элчилиси барбы, элчилиги жокпу? Вообще біздің артыбыздан бирөө угуп атышат. Жалған күбө менен эле телевизорго берип, YouTube'дан алуу эле чыгарып койду. Вообще, как будто өздөрү келип атып кеткен, тартып кеткендей кылыпчы. Мен тарткан видеону эле YouTube'дан телевизордон көргөзүп коюп атат. Бирөө жарым барбы биздин арттан кабар алган, билбейм, түшүнбөдүм мен. Уже 7-нчи күн Актөбөдө турабыз. До сих пор кой бербей атат бизди. Ушуну карашып койсоңорчу.